Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біздің үйге жауыз ажем келген болатын. Мен достарым, мен далаға шығып келемін десем, маған рұқсат бермей, мені үйге қамап қойды. Мен мына үйден қашып кету керекпін. Оның үшін сіздер маған қолдау білдіріп, лайк басып тіркеліп отсаңыздар. Егер тіркелген болсаңыз, екінші мен мына есіктегі құлыптардың кілтін табу керекпін. Қазір мен бөлмедемін. Бөлмемнің төсегімнің үстінде бір кілт жатыр екен. Достар, қараңыздар. Мен қазір мына жерде де екінші кілтті таудым. Ол екінші кілтті мен ала алмайды екен. Бір кілтті алып барып ашып, содан кейін екінші кілтті алып келеді екен. Достар, мына қараңыздар, әженің қандай құлттап қойғанын. Так, мен қазір екінші кілтке бара жатырмын. Екінші кілтті барып, тез әже оянбай жатып, құлыптарды барып ашу керекпін, достар. Достар, сіздер Мама Тонидің каналына тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Қараңыздар, достар, мына жерде әженің қанша уақытта тұратынын көрсетіп қойыпты. Так, енді мен кухняға келдім. Әженің тұруына аз қалды. Ол тұрмастан алды. Мен мына стөлдің астына жасырынып алу керекпін, достар. Әлі тұрған жоқ. Может, екінші күлішті табуға үлгерем ба? Вот, дейді, вот, проснется, дейді, бабушка әжеміз ұйқыдан тұрайын деп жатыр. Так, достар, енді не істеймін, мен? Қашу керек. Мама келе жатыр, қашу керекпін мен. Мә, қараңыздар, достар, мына әже қалай жүгіріп келді. Доғысын қараңыздаршы, сіздер. Сондай қорқынышты. Үші бөлмеге кірген кезде бөлме деген кәдімгідей землетрясение береді ғой. Жер қимылдаған сияқты. Так, екінші, мен қазір басқа ана жердегі шкафтарды ашуға үлгерем ба, қорқып тұрмын, бірақ ашуға мен шықсам, қазір мына әже қолындағы дубинкасымен мені ұрып өлтіреді. Достар, шынымен де бұл әже өте жауыз әже. Қараңыздар, шана жоғарда жүр, мені іздеп жүр ғой кәдімгідей. Так, ұйықтап қалды. Енді мен уақыттан пайдаланып, тез кілттерді іздеу керекпін. Так, мына шкафтардың ішінде кілттер жоқ. Енді қайдан табам? Мен жаңа дегенде екінші кілт. Үшінші кілтті таптым. Үшінші кілтті таптым. Қазір есікке апарамын. Ашылды, бір құлып ашылды. Енді менде төртінші кілтті іздеу керекпін, достар. Әже деген тез ұйықтап, тез тұрады екен, бар қойшы. Ол әже өте қорқынышты. Мені достарыммен ойнатуға шығармай қой. Достарым мені далада күтіп отыр. Мен қалайда осы үйден шығып кету керекпін. Әже дегендер бір мейірімді болушы еді. Бұл әже өте жауыз. Так, әже оянуға аз қалды. Қазір тұрады, ол бар ғой, тұрып мені іздейді. Қашып кетпеді мекен, қайда жүр екен деп мені іздейді. Грени әже. Бұл өте жауыз. Қараңыздар, мына келген кезде бөлме кәдімгідей қимылдайды ғой, мынау землетрясение береді бөлме деген. Так, мен әже ары қарай кеткенде мен үлгермейтін шығармын, я. Тағы ұрып өлтіріп тастаса не істеймін, қолындағы затымен. Так, бір-екі жерді көріп келейін, сонда да әже келе жатыр. Әже, қаш! Маманы жүгіргені көрдіңіздер ма? Как жеке жан сияқты секіреді ғой. Так, әже кетті. Енді мен стулдың астында жасырынып тұрмын. Ұйықтаса енді, әже болды ғой. Мә, ұйықтамайды екен, бар ғой, шаршамайды екен. Вообще, не деген сұмдық, достар, Так, достар, енді мен не істеймін? Достар, сіздер маған тіркеліп лайк басып отсаңыздар, мен осы бөлмеден, осы үйден қашып, әжеден қашып достарыма барамын. Так, өз достарыма барам. Так, енді кухняны көрек. Ойбай, ашылмай жатыр. Холодильниктің ішінде жоқ па? Жоқ, холодильниктің іші пустой, ештеңе жоқ. Қарным да ашып кетті, бар ғой менің.
мынау ашылмай жатыр. О, ура, мына жерде таптым, бір кілтті таптым. Тез апару керекпін. Екінші уже мына 4-ші кілтім менің, достар. Мына тартпаны ашамыз қазір. Мынау ашылмай жатыр. О, 5-ші кілтті де таптым, достар. Қандай оңай жерге жасырып қойыпты, иә, кілттерді. Так, әженің қастарын іздеп қарап көреміз. Қасында жоқ бекен. Оқты, мына жерде де бар екен, достар. Әже уже қазір орнынан тұрады. Мен қашып кету керекпін, бұл жерден жасырынып қалу керекпін. Ой, ол жаққа емес. Астына. Так, астына кірейін, столдың астына. Вот бабушка мені іздеп жүр. Әже мені іздеп жүр. Қараңыздар сіздер. Так, мені тауып алмасын бұл. Тауып алмай жатқанда тыныш отырайын орнымда. Так. Достар, маған қолдау білдіріп, каналға тіркеліп, лайк басып, комментке өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Келесі ойында қандай ойын ойнайын, сіздерге қандай ойын ұнайды, соның бәрін комментарияға жазып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мама келе жатыр, көріп қойды достар мені. Еще дауысы деген жаман қой, кәдімгідей айғайлайды. Бұл әже қолындағы таяғымен ұрған кезде бір-ақ ұшасын ғой аспанға. Ұстап алса қалай болады екен, қалай ұшады екен, біз мен әшета көргім келіп тұр, қызық болып тұр. Ұсталсам бекен. Қалай ұратынын көргім келіп тұр. Жүгіріп келгені жаман сияқты, соған қарағанда жаман ұратын сияқты бұл бар ғой. Так, қазір әже тағы келді ғой, қараңыздар, тез жүреді еще бұл әже бар ғой. Кетті, қазір ұйықтайтын шығар енді. Ой, бұл, аны кетті. Кетті, енді тез ана кілтті апару керекпін маған. Так, достар, апардым, менде қазір 7 кілт болды. 7 кілт. О, ана жерде тағы біреуін тауып алғансың ғой. Так, екіншісі жоқ, үшіншісінде тауып қоя берейін. Так, 8 болды, қазір 8 болды менде. Уже почти 8, енді 9, 10. Ой, бой, әлі бар менде. 12-сін табу керекпін. Охо, жоқ, мына жерлерде жоқ, кілтті енді қайдан табам? Так, достар, шкафтардың ішіне. Мына жерде бар екен, біреуін таудым. 83% болды, қазір бұл тұрады. Әжек орнынан тұрады. Так, дайындалып жатыр тұруға. Ұйқысын аша алмайды ғой, бірден сразу тұрып кетпейді, бұл бар ғой. Ұйқысын ашу керек. Так, мен орныма келіп алдым. Ой, бабушка проснется, дейді, прячется, дейді. Так, мына шапалақты сатып алайын ба, достар? Не екен мына шапалақ, білесіздер ма? Не затқа керек бұл? Алып көрейін кәне. Достар, сіздер үшін алып көрейін, не затқа керек, қалай пайдаланамыз. Так, мен мынаны қалай пайдаланам? Мынау коланы ішіп көрдім қазір. Пипылдақпау, немене мынау? Әже келген кезде басамыз бекен мынаны. Әже тұрды, ұйықтап қалды, әже ұйықтап қалды. Короче, мен мынаны бар ғой, қалай пайдалану керек мына заттарды мен вообще білмей жатырмын, достар. Қараңыз, мына коланы ішсе, мына кола дейді, коланы ішеміз бекен, ана әжеге құямыз бекен. Түсінбей тұрмын, короче. Охлаждение дейді, мен коланы ішкен сияқтымын мен. Әженің несі бар, басы тұр мынаға жерде, әженің басын. Ойбай, достар, мен әжеге айналып кеттім, қараңыздар. Қорқынышты жауыз әже болдым мен, қараңыздар, достар. Қазір мен әжемен кездессем, бет-бе-бет. Мені ұрама, ұрмайым екен. Бірақ кездесуге, бұлай жүздесуге қорқып тұрмын, потому что мен өліп қалсам қайтем. Қайтадан бастау керек боламын. Так что мен кездеспеймін. Так, может, әжені осымен қорқытатын шығармыз. Ухте, мені, мынау уақытпен екен ғой. Короче, бұл 13 секундтық маска екен. Енді мына пипылдататынды пипылдатам ба, не істейм?
Анан бассаң, әже оянат. Мә қаш. Ойбай, сәл қалды, сәл, чуть. Достар, әрен қашып үлгердім. 38 секунд керек екен мынаны басу үшін қайтадан. Так, ладно. Аха, банан бар екен. Ойбай, мына бананды қойсам, мен өзім құлап кеттім ғой. Так, әже келе жатыр. Қашу керекпін. Мен әже деген шаршамайды ғой, жоғарда жүр кәдімгідей, денсаулығы мықты әже болып тұр ғой бұл дегенше. Так, достар, әже келе төменге түсті, қазір ұйықтауға баратын шығар. Ұйықтауға барды әнеки. Енді біз өз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Так, достар, сіздер арнаға тіркеліп алдыңыз ба? Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментке өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Так, мен мынаны коланы қалай пайдалану керек? Может, өзім ішем ба? Ішкенде бұл қандай маған пайда береді? Түсінбей жатырмын әлі де. Так, менде қазір 10 кілт табылды. Енді 5 кілтті қалай бұда тез тауып қашу керекпін мен, достар. Мына жерде жоқ, әженің қасында тұрмын, өте қорқынышты. Еще ұйықтаған дауысын қараңыздар сіздер. Пыр-пыр етіп. Так, складқа келдім. Мына жерде мынау склад екен. Әженің склады. Так, душевой бар екен. Душевойға кіріп көрейік. Мына жерде шкафта жоқ. Мына шкафта бар екен. Кілт аламызда сразу апармасақ, қазір әже тұрайын деп тұр. Так, 11 кілт болды. Әже тұрады. Ойбай, жатып ағамшы. Так, әже тұрайын деп дайындалып жатыр. Мен қазір столдың астына кіру керек. Достар, мен столдың астына келіп жасырынып алдым. Және мына коланы мен ішіп алдым. Бұл кола маған не беретін түсінбей жатырмын. Әже мені іздеп жүр. Шаршамайды бұл, әже мені іздеп жүр. Так, мен жаймен деп шықтым. Қазір әже мені көріп тұрған жоқ. Мен енді түсіндім. Мына бананды алып әженің аяғының астына тастау керек екен. Мен соны тастай алмай жатырмын, достар. Әже коланы ішсең, что-то білмей жатырмын. Коланы ішсең күш бере ма, сондай бірдеңе ғой деймін. Так, әже ұйықтап қалды. Енді мен ары қарай өз жұмысымды жалғастырайын. Әженің маскасын киіп алам қазір, достар, қараңыздар. Әженің маскасын киіп алдым. Енді ары қарай іздестіріп көреміз. Кілтті іздейміз. Так, достар, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қалған кілттерді іздеп тез мына жерден қашып кету керекпін. Мінекей таудым, 12-ші кілт. 12-ші кілт. Және бір кілт бар. Мынаны апарып тез тастап келемін. Таппай қалдым есікті. Тез тастап келемін да сразу 13-ші кілтті аламын. Сразу 13-ші. Ана кетті. Әженің маскасы 13 секунд ба сондай тұрады екен. Так, алдым 13-ші кілтті алдым. Алдым, так, енді келесі кілттерді іздеп табу керек. Мына жақтарды іздеп тастадым. Бұл жақтарда жоқ, шкафтарда жоқ. Енді 2-ші этажға көтеріліп көремін. 2-ші этажда бар ма, жоқ па. Так, менің бөлмеме кіреміз. Шкафтардың іштерінде жоқ. Ойбай, бабушка тұрайын деп жатыр дейді. Әжеміз тұрайын деп, оянайын деп жатыр. Так, оянайын деп жатыр. Оянып қалмасынан бұрын жасырынып үлгеру керекпін, достар. Оянып алды, анда жүр. Келе жатыр. Жауыз, әжека. Мені таба алмайсың, бәрібір мен мына жерден қашаман. Әжека, ты шо? Так, достар, мен спальнидің астындамын. Қазір төсегімнің астына жасырынып, мына жерде жаймен қарап көре берейін. Уақытты кетірмей. Мені далада достарым күтіп тұр. Тез қашу керекпін. Так, достар, сіздер вообще на ойынды ойнап көрдіңіздер ма? Қалай болды? Ұсталып көрдіңіздер ма? Қалай ұрады екен? Мен бірінші ойнағаннан ұсталған жоқпын қазіршеге. Енді, достар, көреміз. Алдағы уақытта ұсталамыз ба, ұсталмаймыз ба? Так, мына жақта 2-ші бөлме бар екен. Бұл бөлмеде шкафтар көп екен. Есікті жауып алайық. Таптым.
14-ші кілтті таптым, енді бір кілт қалды, оны тауып кетсем. Тауып кетейін деп жатырмын, что келесі мына кілтті апарып, келіп сразу іздеп жүрмей, қай жерде тұрғанын біліп, алып кететін. Тауып қойдым, достар. Тауып қойдым. Енді смело келіп алып кетемін. Так, мен қазір екінші әже 80% болды. Қазір ұйқыдан тұрады. Достар, ұйқыдан тұрып қалмасынан бұрын мен мына кілтті алып келу керекпін. Шамалы уақыт қалды, ол қазір оянады. Соның үшін мен қазір уақытша күте тұрамын. Мына жердегі әжем мені таба алмай кетіп ұйықтап қалу керек. Соған дейін күте тұрамын. Әжем келді. Ана мен бипылдатсам, әжем мен қақта кедімді біледі екен. Қараңыздар. Кетті ары қарай. Так, кетті, мені іздеп жүр. Мен қазір шықсам, әже жетіп келеді маған. Жетіп келеді да мені өлтіреді. Ана дубинкамен таяқ жесеңіздер, ой, бұл 7-ші аспанға смело ұшатын шығармыз. Так, әже ұйықтады. Ұйықтағаннан пайдаланып, мен жаңағы кілтті алып келу керекпін. Так, достар, мінекей. Аз қалды, мен қазір мына жерден қашатын болам, әжеден қашатын болам. Ля-ля-ля, әже, мен ұстай алмайсың, короче, мен кетейін деп жатырмын. Давай, до свидания. Мынаны қойып кетсем қалай болады? Ойбай, мына бананды қойсам, өзім құлап түседі екен ғой, достар. Қараңыздар, қалай қою керек екен, білмеймін даже. Достар, мен есікті ашып далаға шықтым, қашайын деп жатырмын. Достар, мына әже мені қуып келе жатыр. Енді үйге қайтатын, далаға шығатын, үйге қайтатын деп бұны, далаға шығатын жолды табу керекпін. Сіздер маған лайк басып тіркеліп отырыңыздар, достар. Мама Тониді қолдап лайк басып тіркеліп отырсаңыздар, бұдан да қызық видеоларды шығаратын болым. Әрі комментке жазып кетіңіздер, қандай ойын ойнайтынымызды. Достар, мынау лабиринттің ішіне мен қай жаққа қашамын білмей жатырмын. Қазір осы жол бойынша жүгіріп келемін, көреміз. Қай жаққа? Мына алдымда мен бірдеңе тұр. Может, сол жерден шығатын шығарым. Мә, достар, мен ұттым. Вы сбежали дейді. Мен қашып құтылдым, достар. Сіздер маған тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар, саламат болыңыздар.